Баршаңызға сәлем, менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, оңай әдіспен өте жеңіл дайындалатын балды тортты сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Егер де осындай балды тортты дайындап көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Дайындауға көшпес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Бізге ең алдымен електе өткізілген ұн, жұмыртқа, бал, қант, сұйық май және ас содасы керек болады. Ең алдымен осындай асты қалың газға қоятын ыдысымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Оның үстіне балымызды салып алатын боламыз. Балдың консистенциясы қатты маңызды емес, менде бүгін осындай қою бал болды. Негізі табиғи балды қолдансаңыздар, торт одан әрі дәмді болады. Енді бұл ыдысымызды аламыз да газдың үстіне қоямыз. Газдың асты қатты жанып тұруы керек. Жақсылап тұрып тоқтатпай араластырып тұрамыз. Біздің массамыз толықтай еріп, бір-біріне бірігіп, ыстық күйге енуі керек. Міне қарап тұрғандарыңыздай осылай көпіршігі шығып бір қайнауы керек. Енді осы массамызды оттан түсіреміз де жақсылап бір-екі араластырып жіберіп, енді оның үстіне ас содасын саламыз да жақсылап тұрып тоқтатпай араластырамыз. Ас содасын салғанда өздеріңіз білетіндей әдемі болып реакция жүреді. Осылай массамыз ағарады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан соң біздің массамыздың түсі кішкене сарғыш түске енеді де және көлемі кішкене ғана осылай кішірейеді. Бұл массамыз біздің ыстық болып тұр. Енді ол толық суы үшін осындай бөлек ыдысқа құйып аламыз. Біздің массамыз толықтай суы керек. Бұл массамыз енді толық суығанша жұмыртқамызды шайқауға кірісеміз. Ол үшін осындай кең, таза ыдысқа жұмыртқамызды саламыз да, оның үстіне қантты салып, миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдығына көтере отырып, жақсылап миксерлеп араластыратын боламыз. Біздің жұмыртқамыздың көлемі ұлғайып, түсі де ағарып, аппақ болып, әдемі үлпілдек масса шығуы керек. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыздың көлемі ұлғаймай, осылай миксерлегенде әдемі болып шықпайтын болса, оны жасамас бұрын міндетті түрде миксердің венчиктері тап-таза, ешқандай су, май болмауы керек және ыдысыңыз таза болуы керек. Егер де соның барлығын ұстансаңыздар, осылай бізде әдемі формасын ұстап тұратындай масса шығады. Жұмыртқалы массамыз осылай көлемі үлкен болып, ұлғайып, түсі де ағаруы керек және венчикті көтергенде осылай артынан ізі қалып, ізі жоғалмайтындай қою болуы керек. Енді бұл массамызды шетке қоя тұрамыз да жұмыртқалы массамызға ұнды қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Сол кезде біздің тортымыздың корждары әдемі болып шығады. Менде бұл жерде алдын ала електен өткізілген ұн, сондықтан осылай бірден қосып жатырмын. Ұнды 2-3 бөлікке бөле отырып қосыңыздар және де осындай венчиктің көмегімен жоғарғы төмен қимылымен әдемілеп асықпай араластырамыз. Құрметті көрермендер, егер де сіздер балды торттың әртүрлі әдісін іздеп жүрсеңіздер, менің каналымнан кіріп қарасаңыздар болады. Өйткені менің каналымда әртүрлі қамыр жайып жасалатын түрі, немесе қамыр жаймай, осындай мысалы мынау бисквитті түрде әртүрлі рецептілер бар, кіріп қарасаңыздар болады. Және де оны плейлист бөлімінде балды торт деген бөлімнен таба аласыздар. Міне біздің жұмыртқалы массамыз бен ұнды массамыз жақсылап араласып алды. Өкінішке орай осылай көлемі басылып қалды, бірақ ештеңе етпейді. Жаңағы балды массамыз, яғни бал мен сұйық май араласқан массамыздың барлығын осы жұмыртқамыздың үстіне қосамыз да жақсылап тұрып осы венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Өте араластыру қиын болуы мүмкін, бірақ та ештеңе етпейді. Асықпай осылай жоғарғы төмен қимылмен әдемілеп араластырып аламыз.
Қарап отырсаңыздар, біздің осындай қамырымыздың түсі әдемі алтын түстес бір ерекше болып шықты. Және осындай бір келкі ешқандай да түйіршігі жоқ, осындай әдемі қамыр пайда болады. Енді біз корждарымызды пісіреміз. Ол үшін осындай противеньге әдемілеп пергаментті осылай төсеп аламыз да, жаңағы дайындап алған қамырдың барлығын үстіне құйып, жақсылап тұрып тегістеп жағып шығатын боламыз. Бұл жерде де өте сапалы пергамент қолданыңыздар, өйткені сапасыз пергамент қолдансаңыздар, корждарға пергамент жабысып, жаман болып, тортымыз әдемі шықпай қалуы мүмкін. Біздің тортымыз төртбұрышты болғандықтан осылай төртбұрышты листке әдемілеп жайып шығатын боламыз. Егер де домалақ немесе басқа да формада қаласаңыздар, осы коржды басқа формада пісіре беруге болады. Немесе осылай тура мен секілді жасасаңыздар, уақытты да тиімді пайдаланасыздар. Енді бұл коржымызды қызып тұрған пеште 180 градуста бір шамамен 5-10 минуттай немесе 10 минутқа жетпейтіндей уақытта пісіп шығады. Міне біздің коржымыз осылай әдемі сарғыш түске енген, күшті болып осылай үлпілдек болып пісіп шықты. Осылай қолымызбен басқанда, басқан орны қайтадан орнына келуі керек. Енді бұл коржымыз тезірек толық суы үшін осындай пергаменттің үстіне коржымызды қоямыз да, астындағы пергаментін толықтай шешіп тастаймыз. Біздің коржымыз толықтай суығаннан соң енді кесуге кірісеміз. Ол үшін осылай ең алдымен 4 жағын әдемілеп бір тегіс етіп, шет жағын кесіп тастаймыз. Бұл шет жағы бізге торттың бетіне сәндеуге де керек болады. Біздің корждарымыз өте жұмсақ, иілгіш, әдемі болып шыққан. Қарап отырсаңыздар, ешқандай да мазаны алып, шашылып, үгітілмей әдемі болып шыққан. Жан-жағын бәрін кесіп алдық. Енді дәл ортасынан тағы да осылай кесіп аламыз. Егер де сіз балды тортты ұнатсаңыз, тап осы рецептті сіз жасап көру керексіз. Яғни бұл рецепт өте көп уақытты қажет етпейді. Өте жылдам жасалады, әрі қамырын, яғни коржын қараңызшы, өте күшті, мамықтай болып күшті болып шыққан. Және де ешқандай үгітіліп, мазаны алмайды, иілгіш, күшті қамыр болып шыққан. Енді жаңағы екіге бөліп алдық қой коржымызды. Енді сол екіге бөлінген коржымызды 4 бөлік шығару керекпіз. Яғни бір бөлікті аламыз да, видеодағыдай етіп, дәл ортасынан әдемілеп, аккуратно, яғни мұқият осылай кесіп шығамыз. Егер де пышақтарыңыз өткір болса, өте әдемі болып осылай кесіледі. Міне қараңыздар, ішінің барлығы толықтай әдемі болып пісіп шыққан. Жаңа айтып кеткендей, қамырларымыз өте иілгіш, осылай жұмыс жасауға өте ыңғайлы болып келеді. Біздің торттың коржы дайын. Енді кремге көшейік. Ол үшін бізге қаймақ, ванильді қант және қант ұнтағы керек болады. Енді қаймақтың үстіне ванильді қантты, қант ұнтағын саламыз да, жақсылап тұрып осындай қарапайым күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Негізінде менің тұрақты көрермендерім болса, мен балды тортпен тап осы қаймақты кремді жақсы көремін, және екеуінің үйлесімі де өте әдемі болып келеді. Сол үшін міндетті түрде басқа кремдерге алмастырмай, осы қаймақты креммен балды тортты жасап көріңіздер. Біздің торттың кремі осылай оп-оңай болып дайындалады. Енді тортымызды жинайтын ыдысымыздың астына осылай кішкене ғана кремді жағып жібереміз де, коржымызды қойып, тортымызды жинауға кірісеміз. Мен осылай тақтайдың үстіне пергамент төседім де, осының үстіне тортты жинаймын. Әр торттың коржына бір 4 қасықтай немесе 4,5 қасықтай крем салып, әдемілеп жинайтын боламыз. Қосымша бір дәм қаласаңыздар, оны да осы кремнің арасына қосып жіберсеңіздер болады. Мысалы жаңғақ немесе жеміс-жидектер секілді.
Және де кремге қатысты айта кететін жайт, біздің қаймағымыз 20 мен 30% арасында болу керек майлылығы. Өйткені торттың кремі майлығы аз, яғни сұйық болатын болса, біздің корждарымыздың арасына сіңбей тортымыз жұмсақ болып шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін де кішкене ғана майлы қаймақты қолданыңыздар. Міне осылайша біз тортымызды жинап болып қалдық. Қалған кремнің барлығын бетіне жағыңыздар міндетті түрде. Бетіне осылай жағып болғаннан соң, осындай пищевая пленканың көмегімен тортымыздың барлық жерін қымтап жауып шығамыз. Енді бұл тортымызды бір түнге немесе 3-4 сағатқа тоңазытқышқа крем мен корждары сіңуге жіберетін боламыз. Менде шамамен тоңазытқышта 4-5 сағаттай тұрды. Енді бетіндегі пленкасын шешіп тастаймыз да тортымызды енді әдемілеп әрлеуге кірісетін боламыз. Менде қалып кеткен азғантай кремі бар еді. Соны жан-жағына бетіне кішкенеден әдемілеп жағып шығамын. Кремнің барлығын жағып болғаннан соң енді торттың бетін әрлеуге кірісеміз. Ол үшін жаңа осылай торттың жан-жағын кесіп алғаннан ұнтақ жасадым да бетіне жанына бір тегіс етіп әдемілеп жағып шығатын боламын. Тортымның түрі одан әрі бір әдемі болып ерекше болу үшін осылай кондитерлік қапшыққа кішкене ғана шоколад ерітіп алдым да осылай бір бұрышына әдемі етіп узор салып шықтым. Содан соң мандариндерді осылай ерекше етіп кесіп алдым да бетіне әдемі етіп қойып шықтым. Ең соңғысы бетіне осылай қант ұнтағын нәзік етіп осылай әдемі етіп сеуіп шықтым. Міне осымен біздің тортымыз дайын болып шықты. Әркім өзінің фантазиясына байланысты тортын әдемілеп сәндесе ерекше әдемі торт шығады. Торттың енді дәмін, түрін, иісін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тек өздеріңіз дайындап қана сезіну керексіздер. Кесілген өзін қараңыздар, мамықтай күшті болып кесіліп жатыр. Міндетті түрде онан дайындап күшті етіп шай ішу керексіздер. Өте күшті болып шыққан. Маған ең қатты ұнаған рецепте, ең қатты ұнағаны осы рецепт болды. Балды торттың міндетті түрде осы рецептпен енді жиі жасап тұрамын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мына рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздермен бірге болған Раушан.